Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздерге молочная девочка деп аталынатын, яғни сүтті қыз деген жұмсақ торттың рецептімен бөлісетін боламын. Ең дәмді торт жасап көріңіздер, видеоның соңына дейін қарап өтіңіздер. Оны жасауымыз үшін ыдысымызға сгущенкамызды саламыз. Оның үстінен 3 жұмыртқамызды саламыз. Енді миксермен миксерлейтін боламыз. Екеуін біріктіріп жақсылап тұрып миксерлейміз. Енді қазір осыны силиконды күрекшемен араластырамыз. Сол кезде оның қоюлығы осындай болып шығады. Енді менде қазір надыста еріген сары майды осының үстіне құямыз. Бірақ ол еріген сары май жылы болу керек. Ыстық күйінде құймаймыз, өйткені арасында жұмыртқа болғандықтан ол пісіп қалуы мүмкін. Жылы күйінде қосамыз. Енді оның үстінен бір шай қасық қопсытқышты қосып, араластырып, бағанағы қамырымызға салатын боламыз. Оның міндетті түрде електен өткізілуі керек. Енді силиконды күрекшемен араластырамыз. Сәл араластырып аламыз, өйткені қазір бірден миксерлеп жатқан кезде ол ұны көтеріліп кетуі мүмкін. Бірақ менде соның өзінде де ұны көтеріліп кетті. Миксерлеп жатқан кезде қазір бірінші миксерлеп алып, одан кейін жанындағы ұндарын осындай күрекшемен қазір қамырмен араластырып біріктіріп аламыз. Одан кейін тағы да миксерлеп біркелкі қылып қамырымызды жасайтын боламыз. Яғни бұл бізде молочная девочканың қамырының қоюлығы осындай болып шығады, консистенциясы. Енді менде қазір мына жерде пергаментке осындай сызып алған болатынмын. Қаламдармен 24 диаметрлі қылып сызып алдым, дөңгелек қылып. Осылай дайындап алсаңыздар болады пергамент қағазына. Енді осы 24 диаметрден асырмай, әрбіріне 3 ас қасықтан сала отырып, осылай түсулеп жан-жағын осылай қамырды салатын боламыз пергамент қағазына. Дәл қазір осы қамырдан шамамен 8 штук бізде корждар дайын болып шығады. 180 градуста қызып тұрған пешке саламыз. Өте тез піседі, 3-4 минуттай уақыттай піседі. Сол себептен барынша қадағалап, қарап тұрыңыздар. Тағы да күйіп кетіп жүрмесін. Осылай пісіп шыққан соң, енді оны қазір пергамент қағазынан босатып аламыз. Осылайша қалған қамырдан барлығынан осылай жасай беретін боламыз. Міне менде қазір мына жерде 8 штук дайын болып тұр. Осында 8 штук болып шығады. Өте жұмсақ, керемет болып шығады. Сәл ағарыңқырап тұрған кезде ала берсеңіздер болады. Енді крем дайындаймыз. Яғни крем-чиз дайындайтын боламыз. Ыдысымызға творожный сыр саламыз. Оның үстінен қант ұнтағымызды саламыз. Енді екеуін миксермен миксерлейтін боламыз. Ең алдымен жай жылдамдықтан бастап отырып миксерлейміз. Сосын кейін жылдамдығын көбейтіп отырып миксерлей береміз. Ең бастысы қазір екеуі біріксе болды. Енді сливке қосамыз. Сливкеден 33-35% сливкеді қолдансаңыздар болады. Одан кейін оны бағанағы творожный сырмен қант ұнтағының үстіне қарай құйып, тағы да миксерлейтін боламыз. Ең бастысы жай жылдамдықтан бастап миксерлейіңіздер. Осынғы жылдамдығын көбейтіп отырып миксерлей беретін болсаңыздар, осылай ол қоюланып шыға келеді. Осымен крем-чизіміз дайын болып шығады. Өздеріңіз көріп тұрғандай, өзінің қалпын көріп тұрсыздар, өте қатты жақсы ұстап тұр. Осымен крем-чиз дайын. Ал енді қазір тортымызды жинауға кірісеміз. Торт жинайтын боламыз. Осындай поворотный столик, оның үстіне осындай бір кез келген бір ыдысымызды қоямыз. Одан кейін астың жағына кішкене ғана крем жағып, одан кейін коржды қоямыз, өйткені ол қазір дәл осы тортты ұстап тұрады, тылжып кетпес үшін деп ең астындағы крем. Осылай әрбір коржды қойған соң үстінен 3-4 ас қасықтай кремімізді салып отырып, тортымызды жинаймыз. Кремді аз жақпаңыздар, өйткені торт сухой болып қалуы мүмкін. Сол себептен кремді барынша көп жағуға тырысыңыздар. Мен әрқайсына 3-3,5 қасықтай салған болатынмын. Толтырып саламыз. Осылайша тортымызды жинаймыз. Енді тортты әсемдеу өздеріңіздің еріктеріңізде. Мен жанына осындай бисквитный хлопьяларды жанына қарай істеген болатынмын.
Одан кейін үстіңгі жағына тек қана креммен басқаша бір декор жасаған болатынмын. Осымен біздегі молочная девочка деп аталынатын торт дайын. Осындай керемет болып шығады. Ең бастысы қазір сіздер бұны холодильникке шамамен 2 сағатқа қойып қойсаңыздар болады. Сол кезде торт сіңіп, одан сайын жұп-жұмсақ болып шығады. Енді тортты алып, өздеріңіз қалағанша кесіп жей бересіздер. Өте керемет жұп-жұмсақ торт, кәдімгі дүкенде сатылатын торттардан ешқандай да артығы жоқ болып шығады. Міне өздеріңіз көріп тұрсыздар, қандай керемет дәм торт. Бірақ біз енді холодильникте 2-3 сағаттай уақыт ұстамадық, бірден алып кесіп жеп жатырмыз. Егер де видео ұнаса, видеоға лайк басып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Өйткені бұдан да өте көп сіздермен рецепттермен бөлісетін боламын. Мені жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп кетіп колокольчикті басып қойыңыздар. Сіздермен болған Жебек.